olarak olacak. Ona birçok Кергінлік тоқтатылмасына вақыт келді. Америка Бірлескен Девлетлерінің президенті Джо Байден Русияге нисбетен яңы санкциялар кірсетілген соң өз миллетіне мұражатта болынды. Бияс сарайының етекчісі Москва Америка сайлауларына қарышқаны ве кибер ұжымлер япқаны аққында айтты. Ешғал етілген Қырым әскерилештірілгені ве Украина айтрафында Русия ордусы арттырылғаны себебінден раhatсызлығыны білдірді. Президент Байден қайдеткеніне көре Вашингтон, Москва арасында диалог olmasının tarafdары. Ләкин Америка менфаатлары яда Американың иттифақдашларына нисбетен тәжавузға жауап olacak деді. I affirmed U.S. support for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. Я наголошую на підтримці суверенітету і територіальної цілісності України. Я наполегливо закликаю утриматися від агресії. Час для деескалації настав зараз. Шлях вперед – це дипломатичний процес. Ми хочемо конструктивно рухатися цим шляхом. І я хочу сказати, що в інтересах США співпрацювати з Росією. Ми будемо це продовжувати, але якщо Росія намагатиметься нашкодити інтересам США, то матиме відповідь. Ми завжди будемо захищати свою країну, наш народ та наших союзників. Русия тәжавузы артқанындан себеп Америка Бірлескен Девлетлерінде февқұлияды вазиет илан етілді. Бұне берабер мемлекеттен 10 Русия дипломаты сүргін етілді. Олар арасында Русия мақсус қызметшілері де бар. Қырым ишғаліне Америкада кешірілген сайлауларға қарышуф ве кибер ұжымге алақасы олғанларға қаршы санкциялар кірсетілді. Сайлауларға қарышуынан тешкілячысы оларақ Русия тыш истихбараты адыландырылды. Июньнің 14-ден Америка шirketlері Русия облигацияларыны сатын алып оламайжақ. Бөле шекілді Америка Русия девлет боржына тесір етіп olacak. Минск анлашмалары адым-адым бежірілмесі апрелінің 19-ында музакер етілежек. Бұны Украина президенті Володимир Зеленский, Парижде Франкистан президенті Эммануэль Макрон или Корошып Алмания канцлері Ангела Меркель или видеобақ или лаф еткен соң хабер етті. Сөзде кластерлерінің норманд форматының девлет юлбашчыларының мислиятчылары топлашуында музакер етілежектір. Президент жебеде вазиет кергінлешкен аққында тариф етті. Бұнен берабер атешкес режимі riayet етілежегіне умут Іч бір музакерелер Українасыз кечірілмемек керек деді. Ми наближаємось до наступного засідання Н4. Вважаю, що воно можливо. 19 числа цього місяця буде засідання радників Нормандської четвірки. Будуть обговорюватися низка питань. Перш за все будуть обговорюватися кластери. Це те, про що ми говорили декілька місяців тому, що будуть зроблені кластери. Кластери зроблені французькою, німецькою стороною, зараз з доповненнями України. Ермени базарының ишғалчылар махкемесі Қырым-татар халқының лидерінің нисбетен қанунсыз силә сақламасы мадде бойынша башлатылған даваны тоқтатмаға разы олмады. Бұл талапнен адвокат Николай Полозов чықышта болынды. Оның сөздеріне көре даваны алып барған тақиқатшы экспертиза нәтижелерін фальсификация япқан. Тақиқатшы білдіргеніне көре экспертиза хулясасында түфек үшін құршынлар қоллануға ясақ етілген деп қайдетілі. Ләкин экспертизада бұақта сөз ичте кетмей. Бұнен берабер ишғалчылар Мустафа Джемилевні 2014 сенесі майысының учінде Херсон вилаетінден Қырымға кечмеген тылов япқаны вақыт Русия девлет сыңырыны бозды деп қабатлайлар. В ходе сегодняшнего судебного заседания защита после исследования судом экспертизы оружия и экспертизы патронов, выполненных с переводом на русский язык, ходатайствовала о прекращении уголовного дела в отношении Мустафы Джемилева за отсутствием состава преступления в связи с тем, что следователь фактически сфальсифицировал в обвинительном заключении сведения, сославшись на эти экспертизы. Однако в удовлетворении этого ходатайства суд отказал, сославшись на формальные основания.
ФСБ басқасы алтында имзаланған қабат тану весиқасы Ишгалжелер махкемесінде избат оларақ танылды. Сейтлер районының Ишгалжелер махкемесінде жымат журналисті Айдер Кадыровқа низбетен чақмағанлық давасы бақылмасы девам етті. Қабат тану весиқасы қабатлайжы тарафынан язылы избат оларақ қайдетілген. Адвокат Лилия Гемиджинан сөздеріне көре, Ишгалжелер махкемесі бұл весиқа насыл шарайтлерде имзаланғанны қозуғыны біле алмаған. Сторона защиты заявила ходатайство о признании недопустимым явки с повинной, которая была написана моим подзащитным после многочасового удержания в ФСБ, после того, как на него оказывалось психологическое давление, после того, как на протяжении длительного времени он находился без пищи, будучи диабетиком, что негативно сказалось на его здоровье. Тем не менее, суд не учел те обстоятельства, что явка с повинной была написана в отсутствие адвоката, что моему подзащитному не разъяснялись права, обязанности, не разъяснялось право не свидетельствовать против себя. И данная явка была отобрана под принуждением. Невбетеки махкеме топлашуында апрелінің 26-сында екі тарафынан мұнақашасы башланмалы. Ондан сон мабустан сонки созы ве укум чықарыла біле. Кеченлер айны чақмағанлық давасы бойынша Энвер топчы қабатлы оларақ танылды. Оңа Ички район махкемесі 100 000 рубле пара жазасыны белгіледі. Кечкен сене августның 31-інде Ишгалжелер, Сейтлер, Ички районлары ве судақта 4 қырым татарын невінде тентулер кечірді. Эпсіні игил сыраларына қошылған насылдар Умиджон Дададжанов еле мектуплешкен аққында Русия құқық қорғаушы органларына хабар етмегенінде қабатлайлар. 300 саатлық түзету фишлер. Ақиярның Ишгалжелер махкемесі ялан шаатлық бергенінде қабатланған Руслан Бекировның үкіміні деңіштірмеді. Имайджы тарафы берген шикает кері қайтарылған. Ишгалжелер Бекировны кечкен сене язда яқалап терроризмде қабатланып. 17 жылға махкүм етілген Энвер Сейтусмановның давасы бақылғаны вақыт ялан шаатлық берді деп қабатлады. Ойсе Сейтусмановның давасыны баққан Русияның Женебербе махкемесінде тақиқат девамында Сейтусманов қаршы шаатлықны басқа алтында бермеге мәжбүр олғанны білдірген еді. Но я напомню, что Руслана преследуют только из-за того, что он отказался оговаривать политзаключенных, в том числе Сейтусманова, а когда у него под принуждением выбили показания, да, выбили подписи под показаниями, он не испугался и заявил об этом военно-следственный комитет и публично заявил о преступлениях, которые были совершены в отношении Руслана. На сегодняшний день я намерен после получения решения направить уже кассационную жалобу на данный приговор. И в дальнейшем у нас еще параллельно идет тяжба по поводу привлечения к уголовной ответственности сотрудников ФСБ, которые вот выбивали показания у Руслана. Ишгалжелер Майорская жибарында Украина арбелері позицияларына 82 калибрлы майынлар иле ұжым етті. Айны позициялар үстінде Ишгалжелерінің пилотсыз учыжы алеті қайдетілген. Жебенің дегер қысмында дұшман күчлері чешет калибрлы граната атыжы системаларындан ве ясақ етілген ПОМ-2 майынларын атқан. Украина аскерлері арасында ғайыплар жоқ. Истихбаратның малыматына көре, Русия тешвиқатшылары Ишгал етілген территорияларда Украина женг башлатыжақ деп сақты видео левхалар тарқата екен. Для зйомок фейкових репортажів імітують ремонт бомбосховищ медичних закладів. Також посилюють режим охорони адміністративних будівель та об'єктів зберігання продовольчих резервів. При цьому фінансові затрати на проведення робіт в окремих випадках завищують у десятки разів під приводом нібито екстреної підготовки до введення режиму воєнного стану. Водночас серед місцевого населення поширюються чутки, що необхідно самостійно робити запаси води, продуктів харчування, ліків і пального. Ишгал етілген Ялтаның деңіз лиманына круиз лайнерлері еріне арби гемілер кіре. Ялта ялысында Қараденас флотынан ракета ташыйжы Вышный Волочок катері тоқтады. О калибр ракеталары ве байрам байрачықларынан донатылған. Ишгалчылер бөле шекілде 1944 сенесі апрелінің 16-сында Ялта фашистлерден азат етілуіні қайдетмеге істегенлер. Волочок 1,5 километр месафеде олған нишанларына йоқ етмек үшін 8 қанатлы Оникс ве калибр ракеталарына табылы. Бұ катер Ақ-Денізде НАТО гемілеріне незарет етмекте. Ерлі сакинлер үшін өсе гемі үстінде атта экскурсиялар кечірділер.
Кечкен күн девамында Украина бойынша 17.479 инсанда COVID-19 хасталығы белгіленді. 12.000 инсан түзелген. 438 инсан есе хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Яңы хасталарының ең чоқ сайысы Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов вилаятлері ве Киев шерінде қайд етілді. Украина есе Америкада ішлеп шығарылған Pfizer вакцинасының ilk партиясын алды. 17.000 ашлама дозасыны қартлар еві қартлары веянда чалышқан хадимлер. Сонра құртарыжы ве сыңыржыларға япажақлар. Сағлық Назер Максим Степанов қайдеткенне көре дүнияда вакцина ішлеп шығарып етіштірмейлер. Наступні партії 10 мільйонів доз вакцин Pfizer за прямими поставками очікуємо починаючи з травня-червня. Загалом у нас за поставками від різних виробників законтрактовано 32 мільйона доз вакцин. І ми продовжуємо контрактувати далі. Лише в цьому півріччі за проплаченими контрактами без врахування ініціативи COVAX ми вже мали отримати 3,9 мільйонів доз вакцин. Але контракти і поставки зриваються по всьому світу. Ишғал етілген Қырымда есе сонки 2 апта девамында коронавирусқа ұғыраған инсанларының сайысы 2 кереге артқан. Кечкен күн девамында 123 инсанда COVID-19 хасталығы белгіленген. 5 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Ләкин ишғалжелер мемурлары карантин сыңырлануларына сертлештірмеге ашықмай. Аксинянда майыс айында бір чоқ турист кележек деп умыт етелер. Ал ұштада туристер кележек деп ерлі сакинлерге су берілуіні сыңырладылар. Русейден келген ратланычылар сусыз қалмасын деп қайғыралар.